Құдалық болашақ туыстар арасындағы қарым-қатынастарды қалыптастыру үшін қазақтарда маңызды болып табылатын құдалық рәсімі. Қазіргі уақытта қазақтар осы дәстүрлерді заманауи шарттарға бейімдей отырып, мәдени болмысын және ата-баба мұрасына деген құрметін сақтау үшін ұстанып келеді. Белгіленген күні күйеу жігіттің туыстары бас құданың басшылығымен қалыңдықтың ата-анасының үйіне келеді. Делегация тақ санды адам мөлшерінен әдетте 5-7 адамнан тұрады. Қонақтарды қуана, ән айтып, шашу шашып қарсы алады. Кейін дастарханға жайғастырып, сый көрсетеді. Бас құда өзінің міндеті жайлы айтып, күйеу жігіттің отбасын таныстырады. Сырға салу дәстүрі көбінесе осы күні өткізіледі. Мерекенің ерекшелігі мол дастарханда, оның ішінде құйрық бауыр, екі жақ бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болсын деген наныммен жасалатын тағам бар. Қалыңдықтың ата-анасына қалың мал төленіп, сыйлықтар беріледі. Анасы қызды туып өсіргені үшін ана сүтінің ақысы, көп мөлшердегі ақша немесе қымбат алтын бұйым және құдағи қоржын бір қап сыйлық алады. Сондай-ақ өлі тірі ұсынылады. Бұл тек тірілерге ғана емес, өмірден өткен ата-бабаларға деген ризашылықтың белгісі. Әкелінген мал сойылып, өлілерге дұға бағышталады. Рәсім жауап ретінде берілетін кит сыйлаумен аяқталады. Әдетте бұл әдемі кестелінген шапандар, бас киімдер, әйелдердің ұлттық әшекейлері. Қоржында қалыңдықтың отбасының сыйлықтармен толтырылып қайтарылады. Құдалық төс қақтыру рәсімімен бекітіледі. Мұнда құдалар бір-бірін құшақтап, амандық пен өркендеуді тілейді. Құдалық отбасылық байланыстарды нығайтып, болашақ отбасының берік іргетасын құруға бағытталған. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деген нақыл сөз осы жерден шыққан.